Қайырлы күн қыздар. Шайға оңай, жеңіл және дәмді болып пісетін шоколад ұнтағы қосылған пирогты бірге жасап көрейік. Ең бірінші мен шоколадты ұнтақтап алдым. Ол үшін кез келген плиточный шоколадты қолдансаңыз болады. Шоколад ұнтағы дайын болған соң ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып миксерлеп, кішкене көтерілгеннен кейін 180 грамм қантымызды қосып, барлығын араластырамыз. Қантымызды қосқаннан кейін 2-3 минут бойы миксермен араластырып тұрамыз. Көріп тұрғаныңыздай, сарғыш түстен ақшыл түске ауысқан кезде 200 мл сүтімізді қосып, тағы миксермен араластырамыз. Араластырып тұрып 100 мл сұйық майымызды қосып араластырамыз. 10 грамм, яғни 1 ас қасық разрыхительді ұнға қосамыз. Өлшеп дайындап қойған ұнымызды илегіштен өткізіп саламыз. Барлығын бірден салуға болмайды, себебі қамырымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан мен 300 грамм ұнды 3-ке бөліп илегіштен өткізіп араластырдым. Көріп тұрғаныңыздай қамыр сұйықтау болып шығады. Дайын болған қамырымызға шоколад ұнтақтарын қосып, жақсылап араластырып. Алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Формамызды майлап, кішкене ұн сеуіп шығамыз, пирогымыз жабысып қалмауы үшін. Қамырымызды құйып, қызып тұрған пешке 40-45 минутқа салып аламыз. Негізі пісу уақыты пешке байланысты, сондықтан ертерек пісіп қалуы мүмкін, қарап отырамыз. Пирогтың дайын болған білу үшін сіріңке ағашын салып көреміз. Құрғақ болып шықса, пирогымыз дайын. Ойдағыдай дәмді болып шықты деп ойлаймын. Ас болсын!